Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қой етінен өте дәмді нағыз өзбек балауын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен құрғақ қазанға 100 грамм қойдың құйрық майын салып, әбден ертіп аламыз. Майы шыққан соң алып тастаймыз. Үстіне сұйық май құйып, майымызды әбден қыздырып аламыз. Содан кейін ғана қатты қызып тұрған майға етімізді салып, екі жағынан қуырып аламыз. Ет қатты қуырылуы қажет, осылай қызаруы керек. Міне қараңыздар, етіміз әдемі болып қызарып қуырылды. Енді үстіне бір дана пиязды осылай турап саламыз. Пиязымыз қатты қызарғанша қуырамыз. Біздің палауымыздың түсі осы пияздың қуырылуына байланысты. Міне дайын болды, әдемі қызарып қуырылды. Енді үстіне сәбізді салып, әрі қарай араластырып қуырамыз. Үстіне 2 ас қасық толтырмай тұз саламыз. Содан кейін 1 ас қасық зира саламыз. Зира өте ерекше әдемі дәм береді. Араластырамыз. Содан кейін үстіне үлкен бір дана сарымсақ саламыз. Және де етті толығымен жабатындай етіп, қайнап тұрған ыстық су құямыз. Оттың астын баяулатып, жай отта 45-50 минут зирвакты пісіреміз. Зирвактың пісуіне шамамен 30 минут қалғанда алдын ала күрішімізді жуып аламыз. Әбден 5-6 қайтара жуып алған соң үстіне жылы су құямыз. Және де шамамен 1 ас қасықтай тұз салып араластырып 20 минутке қойып қоямыз. Міне шамамен 50 минут өтті. Біздің зирвак дайын болды, етіміз жұмсарды. Сарымсақты алып тастаймыз, үстіне күріштің суын төгіп тастап, құрғақ күрішімізді саламыз. Әдемілеп тегістейміз, және де үстіне күрішті 1 сантиметрдей жабатындай етіп су құямыз. Үлкен отта суы сарқылғанша қақпағын жаппай пісіреміз. Су осылай сарқылып кетуі керек. Содан кейін осылай кішкене дөңгелекшелер жасаймыз. Қасықтың көмегімен де жасауға болады. Сол кезде суы тез кетеді. Және де күрішімізді ортасына қарай жинаймыз. Ортасына қарай жинамасаңыздар, күріштің жан жағы піспей қалады. Сол үшін әдемілеп тегістеп, ортасына қарай беткі жағын ғана жинап аламыз. Күріш жақсы пісу үшін бетін тарелкамен жабамыз. Қақпағын жауып, жай отта 20 минут күрішімізді пісіреміз. Міне 20 минут өтті. Барлығын алып тастаймыз. Енді араластырамыз. Ең алдымен астындағы үлкен еттерімізді бөлек тарелкеге салып аламыз. Міне қараңыздар, күрішіміз бір-біріне жабыспай, шашпа палау болып пісті. Міне етімізді бөлек тарелкеге салып алдық. Енді күрішімізді саламыз. Содан кейін етімізді майдалап турап, күріштің бетіне саламыз. Палауымыз дайын болды. Шынымен де өте дәмді, ерекше болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Сау болыңыздар.